Сабағымызды давам етеміз. Бүгінгі сабақта 67 һәм 42 счетлардың қалдығын кіріп үйренеміз. Бұның үшін 1С базада, 1С программасында арсенал базасын ашамыз. Так, бұл жерде міне начальная страница арсенал. 67-да қалдық қалып қойса, кархана істеушілерге қарыздар, яғни айлығын беруіміз керек. 42-10 счетында қалдық қалып қойса, сотрудник, яғни істеуші карханаға қарыздар. Яғни 2024 жылда айлық бойынша қалдық қарыздарлар қалып қойған. Яғни соларды кіртіп үйренеміз. Бұны зарплатаға кіреміз. Сотрудники создать. Так, мәліметті осы жерге фамилия аты отчествосын тереміз. Асанов, Асанович. Так, мужской. Так, осы жерде осыны таңдаймыз и записать закрыть. Екінші адамды жұмысқа аламыз, яғни мәлімет кіртеміз. Создать. Жамалович. Так, мужской. Bu yerде де паспортты таңланады и записать и закрыть. Так, енді біздер мәлімет кірткенде тек фамилия аты отчествосын кіртіп алдық. Енді прием на работасын істеп аламыз, яғни приказларын көрсетеміз. Қашан жұмысқа алынды һәм айлығы қанша еді, есептелген айлығы. Бұның үшін зарплатаға кіреміз, прием на работу таңлаймыз, создать. Дата өткен жылдың датасымен алынған, сол өткен жылдың датасын жазамыз. 05-01-24. Подразделение. Так, сізде шықпаса показать всені басасыз, администрацияны таңлайсыз, должность показать всені таңлайсыз, директорды таңлайсыз, график работы показать все, пятитемное таңлаймыз, сотрудник показать все, Асановты таңлаймыз. А бұл жерге болса приказда алынған датаны жазамыз, яғни 05-01-24. Добавить. Показать всені басасыз, оклад по дням адымды таңлайсыз. Бұл жерге бұл қалдығы емес, яғни сол айда есептелген айлықларын кіртеміз. Яғни бұның начислениясы 5 миллион болған екен. 5 миллион провести закрыть. Енді екінші адам жұмысқа аламыз. Создать. 05-01-24. Подразделение. Показать все деп администрацияны таңлаң. Должность показать все деп бухгалтерді таңлаң. График работы пятидневная, ямса показать все пятидневная. Сотрудник показать все Жамал. Дата 05-01-24. Добавить оклад по дням адым, ямса показать все деп оклад по дням адымды таңлаймыз. Бұл жерге есептелген айлығын қоямыз. 4 миллион. Провести и закрыть. Енді бұл қалдығын кіртеміз. Бұның үшін, так, бұны жауып тастаймыз. Так, главныйға кіреміз. Помощник ввода остатков. Бұл жерде 42 счетін іздейміз. Роликпенен. Так, төменге түсеміз. Так, 42-10. Екі рет басамыз. 42-10. Создать. Дата тұра береді. Добавить. 42-10 счетін жазамыз. Таңлаймыз. Осы жерге сотрудникті таңлаймыз. Қайсы сотрудник бізге қарыздар болып қалған, яғни карханаға. Яғни бұл жерде Жамалов екен. Показать все. Жамаловты таңлаймыз. Так, суммасына жазамыз. Жамаловтың бізге беретін қарызы бар екен, яғни 490 мың. Лишний ақша алып кеткен. Период 01-12-24 деп терсеңіз болады. Ешкінші жерден төменге басамыз. Кейінгі мәліметті кіртеміз. Бұл 67-10. Кархана бұл сотрудникке қарыздар. Яғни кім екен осы жерде көрсетеміз. Показать все. Асановқа. Суммасы 670 мың екен. 670 мың. Датаға жазамыз. 01-12-24. Ешкінші жерден төменге басып жібереміз. И
провести қыламыз. Так, мынаны жауып тастаймыз. Енді көріп шығамыз. 42 онда 490 мың қалды. Сотрудник бізге қарыздар. Яғни аласы қарыздарымыз кархананың айлық бойынша. Ал 67.10 шотын көреміз. 67.10 670 мың қалған. Яғни біздер, яғни кархана сотрудникке қарыздар. Суменен жұмағылаймыз. Кейінгі сабақта басқа шотлардың қалдығын кіртеміз.